Сіздер Қазақстан жерінде жабайы адамдарды көрген туралы естідіңіздер ме? Бұл оқиға тек аңыз емес, куәгерлердің айғақтарына сүйенеді. Тау бөктерлерінде, орман алқаптарында кейде адам тәрізді, бірақ жабайы тіршілік иелері байқалған. Қазақ оларды кіскиік деп атаған. Олар адамдардан қашып, үңгірлерде мекен етеді деп айтылады. Видеомызды бастамас бұрын көрерменге өтініш: мен 10 000 подписчикке тезірек жету керек деген мақсат қойдым. Сол үшін дәл қазір каналға тіркеле кетіңізші. 10 000 адам жинауым үшін сенің де үлесің маңызды. Және осы видео көп адамға таралу үшін пікірге нүкте қоя кетуіңді өтінемін. Сенің нүктеңнің өзі маған үлкен көмек. Рахмет. Видеомызды жалғастырамыз. Куәгерлердің айтуынша, бұл тіршілік иелері үлкен бойлы, денелерін қалың түк басқан, және олар тілсіз, тек түсініксіз дыбыстар шығарады. Олар әсіресе таулы аймақтарда, Шығыс Қазақстан мен Тянь-Шань бөктерінде кездескен. Бірде-бір адам олармен жақын байланысқа түсе алмаған. Бірақ ең қызығы, олар адамдардан қашса да, кейде адамдардың заттарын алып кететін әдеттері бар дейді. Айтпақшы, 1991 жылы бір ғалым дәл осы жабайы адамды суретке түсіріп алғанын айтқан. Бірақ сол суретте жабайы адам кәдімгі қоңыр аюға ұқсайтын болып шыққан. Бұл шын мәнінде адам ба, әлде аңызға айналған тіршілік иесінің басқа бір түрі ме? Қазақстанның жабайы табиғаты мұндай жұмбаққа толы болуы мүмкін бе? Жабайы адамдар туралы сіз не ойлайсыз? Мүмкін бұл тіршілік иелері шын мәнінде бар шығар. Әлде олар жай ғана біздің фантазиямыздың жемісі ме? Айтпақшы, 1991 жылы Қазақстан егемендігін жариялағанын да ұмытпаңыз, бірақ бұл оқиға сонда қалай байланысты деп ойлайсыз? Пікір қалдырып, өз ойыңызбен бөлісіңіз.